Барлықтарына сәлем, сіздермен бірге Казмет. Бүгінгі тақырып бізде жеке бой мен қозудың өту заңдары. Біз бастайық. Жалпы заңдары дегенде 3 заңын есте сақтауымыз керек. Ол біріншісі жеке талшықтардың морфологиялық және де физиологиялық бүтіндік заңы. Егер де жеке талшығы зақымдалмаған, яғни кесілмеген, созылмаған болса, жеке талшығы бойымен қозу өтеді. Егер де ол әрине зақымдалса, ол қозу өтпейді. Жалпы жеке талшығы дегенде біз әрдайым жеке талшығын проводтар, бір зарядкалар ретінде елестетсек, бізге түсініктірек болар еді. Мысалы ретінде телефонның зарядкасы зақымдалған болса, яғни кесілген, жыртылып қалса, онда ол телефонды зарядтамайды ғой. Тура осылай, осы заңда осылай, яғни жеке талшығы зақымдалған болса, ол қозу өтпейді. Және де жеке талшық бойымен қозудың өтпеуін тағы да бірнеше факторларға алып келсек болады. Мысалы, новокаинге, дикаинге, кокаинге байланысты болуы мүмкін. Яғни олардың әсері бірақта уақытша ғана болады. Одан кейін қозудың жеке өткізу заңына келетін болсақ, қозуды жеке талшықтары бойымен өткізгенде әрекет потенциалы бір талшықтан екінші талшыққа өте алмайды. Қарапайым айтсақ, жеке талшықтарын зарядка түрінде алайық. Тағы да, онда мысалы ноутбуктың зарядкасы мен телефон зарядкасы бір-біріне тиіп тұрса да, бір-біріне байланып тұрса да, олардың токтары бір-біріне секірмейді. Осы заң тура осылай бір талшық бойымен сол әрекет потенциалы өтеді. Ол жай ғана параллель жатқан немесе жанында жатқан талшыққа секіре алмайды, өте алмайды. Егер де өте алса, онда ол организм қалай болса солай қозғалады. Мысалы, кішкентай балалар қол аяқтарымен қайта-қайта қозғалтады ғой. Тамақ ішсе барлығын төгеді, себебі оларда миелінді қабық жетілмеген. Одан кейін үшінші заңына келетін болсақ, қозуды екі жақты өткізу заңы. Жеке талшығын, яғни екі жақтық өткізгіштікке ие. Өткен сабақтарда біз миелінді және миелінсіз талшықтарды талқылаған болатынбыз. Яғни миелінсіз талшықтарда бізде қозуды дәл ортасына алып келсек, ол екі жақты баяу таралады ғой екі жаққа. Бұл заң тура осыған бағынады екен. Сонымен достар, бүгінгі тақырып бізде өте оңай болды. Сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Казмет әрдайым сіздермен бірге. Көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі көріскенше.